Сәлем достар! Бүгінгі тақырып алатікен өсімдігі, яғни расторопша туралы болмақ. Алатікен қандай пайдасы бар? Бұл 1 жылдық және 2 жылдық емдік қасиеті жағынан бағалы өсімдік. Жер беті бөлігінде және тұқымында биологиялық белсенді зат бар. Негізгі биологиялық белсенді заты флавонолигандар. Ол силимарин деген атпен белгілі. Алатікеннің пайдалы құрамына келер болсақ, гепатопротектор қызметін атқарады. Силимарин бауыр клеткасының регенерациясын, яғни қайта қалыпқа келуін қатысады. Оның зақымдалуынан, яғни токсиндер, алкоголь, дәрілік зат және инфекциядан қорғайды. Алатікен бауырдың әртүрлі ауруларын емдеуде жақсы әсер көрсетеді. Яғни созылмалы гепатит, стеатоз және тағы басқа ауруларды емдеуде жақсы әсер береді. Антигепатотоксикалық белсенділігі бауырдың токсикалық зақымдалуының алдын алады. Силимариннің антиоксидантты әсері клетканы қорғайды. Ол клетканы уақытынан ерте қартаю алдын алады және созылмалы ауру дамудың алдын алады. Алатікеннің қабынуға қарсы әсері: силимарин простагландиндер, лейкотриендер және қабыну медиаторларының түзілуін төмендетеді. Ағзаға жалпы қабынуға қарсы әсер көрсетеді. Өт айдайтын қасиеті: силимарин өт түзілуін ынталандырады және өт ағуын жақсартады. Бауыр мен өт жолы функциясын қалыптастырып, өтке тас жиналудың алдын алады және холецистит даму қаупін азайтады. Гиполипидемиялық әсері: алатікен холестерин деңгейінің төмен түсуін көмектеседі және қандағы триглицерид деңгейін де төмендетеді. Атеросклероз ауруының, жүрек ишемия ауруы және жүрек қан-тамыр ауруларының алдын алады. Антидиабеттік әсері: зерттеулер көрсеткендей, алатікен қандағы қант деңгейін төмен түсуіне көмектеседі және клетканың инсулинге тәуелділігін жоғарылатады. Иммуномодулятор әсері: алатікен иммунитетті нығайтуға көмектеседі және ағзаның инфекция мен вирусты ауруларға қарсы тұруын жоғарылатады. Келесі қасиеті онкопротекторлы әсері: силимариннің ракке қарсы әсері бар. Қабынуға қарсы антиоксидантты әсерге ие. Терідегі қабынуға қарсы және жараның тез жазылу әсеріне ие. Алатікен майын немесе тұндырмасын сыртқы әртүрлі тері ауруларын емдеуде қолдануға болады. Ісікке қарсы әсері: алатікеннің қысқа әсерлі зәр айдайтын әсері бар. Сондықтан істік азайтуға және микроциркуляция жақсартуға, әсіресе бауыр ауруларында маңызды. Алатікеннің осыншама пайдасымен қатар қарсы көрсеткіштері де бар, яғни жеке көтере алмаушылық және де аллергиялық реакциялар. Кей адамдарда алатікенге немесе құрамдас бөліктеріне аллергиялық реакция болуы мүмкін. Егер сізде одуванчикке, ромашкаге аллергияңыз болса, сақтықпен қолданғаныңыз абзал. Келесі жүктілік және бала емізушілерге. Жүктілік және бала емізу кезіндегі қауіптілігі жеткілікті зерттелмеген. Алатікен отты өсімдік қатарына жатпаса да, дәрігерлер қолдануға бас тартқан жөн деп санайды. Өт-тас ауруы: өтінде тасы бар адамдарда алатікен әсерінен өт тасы қозғалып, ұстама тәрізді ауру тудыруы мүмкін. Сонымен қатар жедел гепатит және цирроз аурулары кезінде ұсынылмаған абзал. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Деніңіз сау болсын.